Мұхтар Әуезовтің өз қолымен еккен екі түп жаңғақ арада талай жылдар өтсе де, бізді жазушыны бізге жақындата түседі. Армысыздар ағайын. Бүгін біз Гүлзия Пірәлінің Әуезовтің беймәлім мұралары атты кітабын талдауға жиналып отырмыз. Сонымен бірге биыл Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығын еске сала кеткіміз келеді. Үркерге автор Гүлзия Пірәлі, Қанипаш Мәдібай, Санагүл Майлыбай келіп отыр. Қош келдіңіздер. Оқырманның да таңданысы туып отырған болу керек. Енді соншама зерттеулерден кейін Әуезовтің беймәлім мұралары дейді. Ол қандай мұралар деген сұрақ туы мүмкін. Мұхтар Әуезов кезінде Абай туралы былай деген екен. Абай терең теңіз, алып мұхит. Абайды тану үшін оның түбіне сүңгу керек. Мен тек бетінен қалқып отырмын деп. Сол айтқанда осы сөзді Мұхтар Әуезовтің өзіне де айтуға болады. Өйткені бізде Мұхтар Әуезов біз үшін терең теңіз, алып мұхит. Оны да зерттеуіміз үшін, оны да білуіміз үшін біз әлі де бірнеше ғасыр бойы зерттеулер жүргізуіміз керек. Қазіргі біздің негізгі еңбектеріміз Әуезов айтпақшы бетінен қалқып жүрген дүниелеріміз. Әуезов мысалы 6 жасынан бастап Абайдың бүкіл өлеңдерін жаттап, бүкіл өмірін осы Абай тануға арнады. Бүкіл Абай 20 жыл табандап отырып, Абай жолын жазды. Соның өзінде бетінен қалқып жүрсе, біз Мұхтар Әуезовті әлі де зерттеп түбіне жете қойған жоқпыз. Оны жету үшін әлі де талай еңбектер жазылу керек. 2005 жылы мен осы қазақ прозасындағы психологизм мәселесі, оның ішінде түс көру тәсілдеріне, вербалды ишараттар және заттық әлем осы 3 категория тұрғысынан қарастырғанында академик Заки Ахметов біз Әуезовті осы уақытқа дейін жан-жақты салалар бойынша түрлі тақырыптар төңірегінде зерттедік, бірақ әлі де зерттемеген қырлары бар екен ғой. Ашылмаған асулары бар екен, қаралмаған қырлары бар екен, әлі түптеп зерттелінбеген тақырыптары бар екен деп айтқан болатын. Сол сияқты біздің Әуезовтің әлі де беймәлім, әлі де осы мұражайында жатқан архивтік құжаттары, қолжазбалары, қаншама дүниелері әлі тереңдетіліп зерттелген жоқ. Біз кеңестік кезеңде оны жағымды, жағымсыз кейіпкерлер тұрғысынан қарастырдық. Жалпы Абай жолы негізгі көркем шығармалар төңірегінде ғана зерттеулер жазылды. Диссертациялық еңбектер жазылды, монографиялық еңбектер жазылды. Ал бірақ осы жазушының мұражайындағы қолжазбалары, оның әрбір зерттеуіне байланысты, жазған шығармаларының әрбір нұсқасына байланысты. Олардың бірнеше нұсқаулары бар ғой. Солардың әрқайсысын зерттеп, бір-бірімен салыстырып жатқан зерттеулер әлі бізде көп. Сіз енді қазіргі Мұхтар тану деген зерттеу еңбегін жаздыңыз, иә? Үлкен ғалым Талатбек әкіммен бірігіп те кітап жаздыңыз Мұхтар Әуезовке байланысты. Одан да басқа еңбектеріңізді білеміз. Енді беймәлім мұралар дегенде біз бір нәрсені ескеру керек шығар деп, сіз соны ескердім екен деп ойлаймын ғой. Мына кеңес заманында біз қанша дегенменде социализм тұрғысынан келдік, кеңестік идеология тұрғысынан келдік. Енді мүмкін тәуелсіздік тұрғысынан да келген шығарсыз. Егемендік алғаннан кейін біздің Әуезов тану мәселесіне жаңаша көзқарастар пайда болды. Өйткені біз жаңа айтып отырмыз ғой, жағымды, жағымсыз, мына кеңестік идеологияға қатысты тұрғыдан зерттелді. Ал енді оның еркін, таза шығармашылық тұрғысынан көп мәселелер қарастырылған жоқ. Көркемдік шеберлігі болсын, ұлттық идея тұрғысынан болсын, өзінің қай тақырыпта алса да ойларындағы көп шығармалар айтылмай келген жұмбақ сырлар әлі де көп. Сол тұрғыдан осы шығармаларды қайта қарауға, қайта саралауға, қайта байыптауға мүмкіндік туып отыр осы егеменнің арқасында. Анау екі түп жеміс ағашы, жаңғақ ағашы әлі жеміс беріп тұр ма? Жеміс беріп тұр.
ол әуезовтің өз қолымен қондырылған екі жаңғақ түбі әлі де мұражайға келгендердің бәрі міндетті түрде содан дәм татып, міндетті түрде тәберік ретінде егіп те жататын жағдайлар болады. Өте орынды атаумен шығып отырған жинақ деп ойлаймын. Себебі Әуезов жаңағы айтқандай алғаш көркем шығармалары арқылы көп таныс болды қалың жұртқа, қазағына. Ал енді ол адамның қайраткерлік еңбегі ұлт үшін мынау алаш қайраткерлерімен сабақтасып, ұжымдасып жасаған бір бағытта, бір ниетте істеген жұмыстары, әдебиет тарихына қатысты еңбектері мына 90 жылдардан бері қарай ғана айналымға түсіп жатыр. Соның өзінде әрбір мәселеде бір індете зерттеуді қажет ететін нәрсе бар. Сол беймәлім Әуезов дегенде осы жинағында Гүлзия орынды көтереді. Бәріміз кезінде болған екен, мынандай оқу кітабы жазылған екен, бірнеше ұжымдық авторлықта шыққан екен дейміз де, сосын соның барлығына Әуезовке теліп жүре де береміз кейбір мәселеде. Осының бәрі Әуезовтың томдарының ішіне кіріп те тұр, шынын айтқанда, 50 томдық жинақтың ішіне. Бірақ ол ұжымдық еңбек бірнеше автор бірлесіп жазған, мысалы 7-ші сыныпқа арналған оқулық бар. Осы еңбектегі қайтарауды кім жазды дейтін авторлық мәселесін Гүлзия кітабында көтеріп отыр. Бұл көкейде менің де ойымда жүретін мәселе болатын, себебі 33-ші жылы шыққан кітап бұл. Ал 33-ші жылы Әуезов түрмеден 32-ші жылы шықты, 30-ші жылы түрмеге отырып. Енді 33-ші жылы бұл кісі Абайдың тұңғыш толық жинағының Ілияс Жансүгіров алғы сөзін жазып шығарған. Осында талап етіп, айналасының бәрі Абайдың заманын, тарихын зерттемеді Мұхтар Әуезов дегендей сын айтылып жүргенде, сол тарихи кезеңге тоқталады. Жансүгіров алғы сөзде сол тарихи кезеңді Әуезов дұрыс жазбады деген құсап сынаған болып отырып, бірақ соны түгел береді. Менің айтайын дегенім, жаңағы 7-ші сыныптың оқулығыменен жаңағы Абайдың тұңғыш толық жинағындағы 33-ші жылғы тарихи кезеңге берілген баға екі түрлі. Бұл беймәлім бе, беймәлім емес пе? Екі түрлі. Әуезов сол бір тіпті түрлі идеологиялық қысымнан әрқилы жағдайда көзқарасын жаймалап жеткізуі мүмкін, бірақ бір жылда шыққан еңбектерді олай емес. Бұл жерде ұжымдық еңбек жаңа Молдағали Жолдыбаев, Әлібек Қоңыратбаев. Енді осының Гүлзия еңбегінде келтіреді. Тынысбек Қоңыратбаев мынау Сырдария кітапханасымен шыққан көп томдық 200 томын шығарды ғой Мұхтар Құл-Мұхаммед кезінде. Соның ішінде Әлібек Қоңыратбаевқа тиесілі томда осы Әлібек Қоңыратбаев жазылған тарау деп беріліп жүргендігі айтылады. Яғни бұл жөнінде Әуезов авторлығын анықтайтын мәселе тек бұл емес, мені бір толғандыратын мәселе бұл Әуезовтың жаңағы бүркеншік есіммен жазылған екеу дейтін авторлығы туралы. Бұл туралы Тұрсын Жұртбай жазды кезінде, ол екеу, біреуі Тұрағұл деген әрқилы мәселеде. Ол екеудің өзі үш екеу. Бір беймәлім жатқан тұс Әуезов тануда қазіргі. Барлық енді зерттеушілерге алтын сырға, бірақ қарап шықтым, көбінде көп дерек Ахат Шәкәрімұлында бар, Шәкәрім және Әуезов дейтін мәселе бар. Осы беймәлім болып тұр. Ал енді Әуезовтың қолжазба мұрасы, қолжазба қоры дейтін жеке, қолжазбалар дейтін жеке бір үлкен кітап бар, 50 томдық жинақ бар. Осының ішінде Шәкәрімге қатысты дүниені әдейі іздеп, қарап, тексеріп отырдым. Шәкәрім 31-ші жылы анандай жағдайда қаза болды. Одан кейінгі жерде бұл 23-ші жылы Шолпан журналында Ләйлі Мәжнүнді бастырған Әуезов. Ахат Шәкәрімұлының естелігінде екеуі бала кезінен, жас кезінен, жастарды жиып Шәкәрімнің көп әңгіме өткізетінін, Әуезов мына шығыс туралы көзім Шәкәрім арқылы ашылды деп айтатыны, Абай еліне келген мына орыс білімпаздарының бір саяхатшы қилы жағдайда келген ынта білдіріп, қазақтың тұрмысын мен танысқысы келіп жүрген адамдарды сол Шәкәрімге ертіп келген бірнеше рет Әуезов. Көп, екеуінің арасындағы шығармашылық байланыс бұл туралы Шәкәрім тануда да, Әуезов тануда да кең айтылған жоқ әлі. Сол алғашқы Абайдың өмірі һәм қызметі деген Абай журналындағы 18-ші жылы шыққан мақала Шәкәрім мен Әуезовтікі деп ойлаймын мен. Оны Тұрсын Тұрағұлмен Әуезовтікі деп айтады енді. Ал Тұрағұлменен қатысын Әуезов өзі айтады, бұл адамдық негіз әйел деген мақаламызда. Жалпы бұл кітапқа рахмет айтуымыз керек, себебі қолжазба қорда жатқан дүниемен
жинақ болып шыққан дүние қазір бәрі басылып шыққанмен жұрт назар аудара бермейді. Анау тасқа басылған дүние дұрысы сол екен деп оқиды. Бірақ мысалы Гүлзияның осы бір үлкен еңбегі өскен өркенді жазудағы керемет. Қолжазба күнделігінде не тұр Әуезовтің? Ал мына кітапқа не шығып тұр? Жалпы қалай жаздым деген ресми жарияланған мақалада. Немесе Америка әсерлері. Ол қанша бұғып қалған дүние мен осы кітаптан көрдім. Әуезовтің 25 жылдығына байланысты өмірбаянын айтқанда мен бір нәрсені еске ала кеткім келеді. Әуезовтің алғашқы жары Райхан. Райхан Кәкен деген кісінің қызы болған. Бұны атастырып, өзінің атасын менен келісіп алған жұбайы. Ол кісіден бұлар 17-ші жылы үйленген. 18-ші жылдары бірінші Мұғамил апамыз дүниеге келді, одан кейін Шоқан деген ұлы дүниеге келеді. Сол кезде араларында келіспеушілік болады да, бұлар ажырасады. Ажырасқан кезде өздерінің сол ауыл арасындағы үлкендердің соты бойынша қыз бала шешесіне қалу керек те, Райханға қалу керек те, ал ол Мұхтар Әуезовпен кету керек болады. Сонымен қызының Мұғамиланың естелігінде жаңа Тұрағұлдың әйелі түсіндіріп жатыр дейді Райханға. Содан ол кісі баласын бермей құшақтап отырады ғой енді. Баласы әлі кішкентай, 5-6 айлық па, сондай кезінде ғана болады. Сол кезде Мұғамиланы таба алмай қалады. Мұхтар Әуезов атқа мініп келеді де, есіктен ойнап жүрген қызды атқа мінгестіріп алып қашып кетеді. Содан үлкен кісілер енді кімнің өзінің 5 ағасы бар, Райханның. 5 арыс деп жатады ғой, Абай жолында да айтып отырады. Солар жаңа қарындасын алып кету үшін үйді жығып, дүниелерін жинап алып кетейін десе, қарындас жаңа баладан ажырасқысы келмейді. Сонымен Тұрағұлдың әйелі келіп, баланы қолынан алып, Райханды алып кетеді де, Райхан да, жаңағы Шоқан да, Мұғамилә да Мұхтар Әуезовті қалады. Шоқанды сол Тұрағұлдың жұбайы асырап бақты дейді. Бірақ өте кішкентай болғандықтан бір сүзек ауруымен ауырды дейді, соменен ол кісі шетінеп кетеді. Райхан апамыз онан кейін тұрмыс құрмаған екен. Кейін ол Абайдың өмірінде де әмеңгерлік бар мысалы үшін, иә? Ал енді бұл Әуезовтің өмірінде әмеңгерлік болмаған екен ғой бұл әулетте, иә? Жоқ, ондай болмаған. Кейін 43-ші жылы алғаш рет ақындар айтысы өтті ғой, осы Алматыда. Сонда сол Семейден бірнеше ақындар келеді де, Райхан апамыз Мұхтар Әуезовке хат жазып жібереді. Осында мен қызымен танысайын, сендермен жақын араласайын деп. Ол кезде Мұғамил апамыздың жолдасы мынау Талғар ауылында тұрады да, қонақтар сол жерге барады. Сол жерде әңгімелесіп отырған кезде солардың әңгімесінен Мұғамил апамыз естіп қалып, өзінің шешесінің қайда тұратынын. Кейін әкесінен рұқсат алып, шешесімен табысады. Осы қалада тұрады. Ал Мұхтар Әуезовтің 3-ші әйелі Валентина Николаевнадан Ләйлә апамыз бар. Арасында Камила бар. Камила ұзатылмай тұрған кезінде Мұқан екеуінің көңілі жақын болған екен, дейді айтушылардың, естеліктердің айтуында. Бірақ атастырылып қойғаннан кейін Камила ол кісіге ұзатылмайды. Кейін ұзатылып кеткеннен кейін қайтадан ажырасып келеді. Ажырасып келген кезде Әуезов ол кезде мынау Райханнан ажырасқан, сонымен екеуі қайтадан қосылады 27 жылдары. Бұл Камила апамыздан 2 қыз бала болады, бірақ ертерек шетінеп кетеді. Камиланың өзінің естелігінде мен Ленинградқа баратын едім, мынау денсаулығым жарамады дейді. Денсаулығыма байланысты мен Мұхтарға ешқандай өкпем жоқ деп өзінің Тұрағұлға да айтатыны бар. Соменен мынау Валентина апамызбенен ол кісі бірге оқыған. Бірінші курста бірге оқиды да, кейін ол кісі енді елге кетіп қалады ғой. Содан ол кісі хат жазып жібереді екен. Мен ешқандай не қоймаймын, сен саған өкпелемеспін, тек маған бір пәтер жалдап берсең деген әңгімені айтады. Оған мынау Әлкем Ауруланды жіберген дейді. Барып жаңа пәтер жалдап беруге. Кейін Әуезов ұзақ ойланып жүріп, сол Валентина апамызға өзі барып қосылады. Әуезовтің беймәлім мұралары қолымызға тиіп отыр ғой, монография, иә? Өздеріңіз айтып отқандай ішінде көп дүние бар. Беймәлім, мәлім дегендей. Сонымен бірге мына Буниннің Толстой туралы жазған керемет дүниесі бар, иә, шығармасы бар Толстой туралы.
Онда енді әлем әдебиетінде көп енді. Сол Бунин Толстойдың басындағы пенделік өмірін, махаббатын, енді махаббаты болғанда отбасылық өмірін, барлығын тәптіштеп жазады. Сезімдерін, көңіл күйлерін барлығын жазады. Мұхтар Әуезов туралы зерттеулер көп болғанымен, сондай бір шығарма жазылмай жатыр ғой деп ойлаймын мен. Қалай қарайсыздар? Тұрсын Жұртбай бірнеше кітап шығарды. Бірталай дүние. Ол ағы Бесатар дейтін повесі болды алғаш, одан кейін Бейуақ дейтін, одан Бесігіңді аяла, Бесігіңді түзе. Талқысы бар. Осының бәрінде Әуезовтің жеке бас өміріндегі көп күйзелістер, жаңа Кәмила Мағауия қызыменен арасы ашылып кеткеннен кейін де өмірінің соңына дейін де оның бір өзін кінәлі сезініп, бір күйікте жүргені өте бір көп дерек бар. Осы кітаптың ішіндегі бір ерекше бір беймәлім жайттарды, енді көпшілік біреу біліп, біреу білмейтін жайттар. Қанипа Шапкин жақсы айтып кеттіңіз. Беймәлім заттар көп бұл жерде. Әдебиет тарихына қатысты зерттеулерінің бәріне қатысты. Сосын мына пленумдарда, түрлі жиындарда, одақта ол кісі кейін Аллаға шүкір жақсы үлкен тұлға ретінде барлық аузына қараған бір өзінің бақыт сәттерін бастан кешті ғой. Ол жеке бастың бір мансапқорлық бақыт емес, ұлт үшін еңбек еткен адам ұлтының сөзін сөйлеуге қолы жетті. Сол кездегі ол адамның сол сөйлеген сөздердегі қаншалықты орнықты бір тұстары да осы еңбекте айтылады. Сонымен бірге әдебиет тарихын зерттеуге қатысты. Енді мен тағы бір беймәлімді айта кетейін осы зерттеуге қатыстырып отырып. Әдебиет тарихы дейтін 27 жылы Қызылордадан шыққан бұл кісінің біздің қазақ әдебиетінің тарихының бүкіл ғылыми концепциясын, тұтас жанрлық жүйесін түгендеп, бағыттарын айқындап, мысалы бізде Жүсіпбек, барлығыңызда әдебиеттанушы мамандар білет, қазақ әдебиетінің тарихында мынандай бағыттар, мынандай ағымдар болды деп көп айтамыз ғой. Бірақ кеңестік кезең идеологиясы, жаңа социализм, ол бізді тұсап отырды да, біз қапысыз ол ағым бағыттарды шын таныта алмадық. Ал бір қапысыз айтылған бағыт зар заман ағымы, Әуезов айқындаған. Елизавета Әлихан қызының Смағұл Сәдуақасовтың жары. 50-ші жылдардың орта тұсында Ләйла Мұхтарқызының айтуы бойынша осылай даталанады. Бір қолжазбалар, көп қолжазба берген Әуезовке. Осында Әуезовтың дейді, мына Талатбек әкім жазған түсінікте кейін 50 томдықтың 9-шы томында. Сонда бұл кісінің 27-ші жылы Қызылордада шыққан әдебиет тарихының 2-ші кітабы бар еді дейді. Бұны басқаша оқып қалуға болады, әдебиет тарихының 2-ші кітабы шыққан екен деп. Олай емес. Қолжазба нұсқа 2-ші кітап. Сосын Жетісу қазақтарының әдебиеті деген, фольклоры деген үлкен монографиялық жинағы болған. Ол жоқ. Сосын өз жайымнан деген ол кісінің анкета сияқты айтатыны бар. Осында өзінің жаңағы, мен бірінші рет білдім, ол мына Камали Хазіреттің медресесінен 1 жыл дін мұсылманша сауатын алғаш содан оқып ашқан. Ол мұсылманша оққандығы. Жаңағы ең тізесі батқан Абай болды деп, кішкентай күннен Абайды жаттап, солай қалыптасқандығын, бір үйдің еркесі болғандығын осылай айтып отырады. Енді жаңағыны шіркін қызығам. Бұл да бір зерттеп іздеу керек. Енді бір жаңа шәкәріммен байланыстырып айтып кетейін, Жүсіпбек. Ілияс Жансүгіровтің мына Талдықорғандағы мұражайына 88-ші жылы Еңлік Кебектің бір араб қарпімен жазылған нұсқасы шығады. Мен ойлаймын, осыны графикасын тексеру керек шығар. Шәкәрімнің жазған Сәбит Мұқановқа хатындағы қолтаңбамен тексерсе, ол Ілиясқа қайдан түсіп жүр? Ілияс пен Мұхтар қандай жақын болды? Жетісу әдебиетін жазып жүргенде сол анау қилы заманда сол мәселе екеуінде үлкен бір ынтымақтастық болды ғой, шығармашылық. Бұл тұрғыда да ізіне түсіп зерттеулер қажет. Осылардың енді осындай өзектілікті осы Гүлзия соңғы 10 жылдағы кітаптарының бір талайында бізге дайын тақырыптар ұсынып, ой түрткі мәселелерді көтеріп отыр. Мына қазақ әдебиеті газетінде мен қызмет істеп жүрген кезімде бас редактор болдым. Дүкенбай Досжан Мұхтар Әуезов пен Фатиманың жазысқан хаттарын, Фатима Алматыда, Мұхтар Әуезов Ленинградта жазысқан хаттарын жарияладық біз. Алғаш жариялаған кезімізде үлкен әңгіме болды. Сөйтіп амал жоқ, аяғына жеткізбей тоқтатып тастауға мәжбүр болдық. Енді оның барлығы құпия емес қой бүгінгі күні. Жарияланып айтылып жүр. Сіздер осы ғалым ретінде осы өмірдегі еңбектерімен бірге осы өмірінің қыр-сырларына да назар аударасыздар ма?
енді мына әйелдерге қатысты әңгіме болып отыр ғой енді. Фатиманың Мұхтар Әуезовтің өміріндегі орны ерекше. Өйткені Мұрат Әуезов сияқты ұлы тұлға келді өмірге. Үлкен Фатима Ғабитова бұл бір ғана Мұхтар Әуезов емес, біздің қазақтың үш бірдей ұлы азаматының жолдасы болған. Біләл Сүлейіп деген алғашқы ағартушы, көрнекті қайраткердің үш баласын асырап өсірді. Ілияс Жансүгіров керемет бұл кісіге ғашық болған екен кезінде. Ол кісінің бірнеше арнаған өлеңдері де бар. Енді оның бәрі тарихтан белгілі. Осы ол кісіден де екі қыз бір ұл болып, ол кісінің де ұрпағын өсіріп тәрбиелеген кісі. Бұлардың өміріне байланысты бір мистикада араласып кетіп жатады ғой, бір аңыз араласып кетіп жатады. Мына мен Валентина деген жары енді апамыз ғой, үлкен Лейла Мұхтар қызының анасы. Сол кісінің естелігін оқып отырып, мынандай бір жолдарды кездестірдім. Мұхтар Әуезов Ленинградқа келе жатқанда дейді, пойызда дейді, бір кітап ашатын бір әйелге жолығыпты. Сол кітап ашатын әйел өзінен өзі, сен осылай 63 жасыңда екінші рет пышаққа түскенде өміріңе қауіп төнеді деп айтқан. Соны Мұхтар Әуезов өзі күтіп жүрді деп айтады. Сондай жазыпты. Сіздер басқаша айтып жүрсіздер, соны? Естелікте Ленинградтағы Невский проспектісінде Қаныш Сәтбаев Мұхтар Әуезов екеуі келе жатқанда көшеде, әңгімелесіп келе жатқанда алдынан бір цыган әйел кездесіп, сендерге бал ашып берейін деп өтініш жасаған. Сол өтініште айтқан екен, сізде бақ та болады, осындай атақ та болады, көптеген әйел кісілер де болады сіздің тағдырыңызда. Бірақ сіздің осы өміріңізде қауіп төндіретін нәрсе осы пышақ болады деп. Соны 50-ші жылдары Шыңғыс Айтматовқа Мұхтар Әуезовтің өзі әңгімелеген екен. Менде шынында да сол әйелдің болжаған болжамы рас келді. Мына атақтан да кенде емеспін, әйелден де кенде емеспін. Бірақ кешкілікте серуенге шығуға қорқам, осы бұзақы балалардан таяқ жеп қалам ба деген сияқты етіп айтқаны Мұхтар Шаханов екеуінің жазған сұхбат жасаған кітабы бар, сол кітаптың ішінде бар. Бұл енді шында да сондай болған. Екі рет пышаққа түскені, бірінші соқыршек болып бір рет операция жасалады. Екіншісі осы өмірінің соңында 61-ші жылы полип болып, соны енді операция жасатам деген кезде соны қайтты ғой ол кісі. Сондықтан осы аңызбен де байланыстырып айтатыны бар. Жаңа Жүсіпбек айттың ғой, біз сол кісінің жеке өміріне онша мән бермей жүрген жоқпыз ба деп. Мысалы, әлемдік тәжірибедегі осындай шығармашылық тұлғалардың ғұмырбаянына арналған үлкен сериялар бар ғой өзі. Роман Гюго, неше рет үйленді, қандай баласы болды, қайтты, не жасады. Сол тұрғыдан келгенде қайта қазақ қаламгерлерінің ішінде Әуезов көп айтылды, және халық өте түсіністікпен осыны бір ешқашан бір айыптау, бір емес жазғыру емес, қайта тілектестік көңілмен, бір дос көңілмен солардың бәрін қабылдады. Ол адамның таңдаған адамдарының, ол адамның тағдырында бастан өткен қилы кезеңдердің бәрін бір түсіністікпен, жанашырлықпен қабылдады деп. Оған мені қайран қалдыратын беймәлімдік бұл осы 63 жыл ғұмырда мынау сала-сала бағыт-бағытымен тайқымай, өз позициясын бермей, қысталаң күндерде түрмеге жатып шыққанның өзінде. Түрмеге ол кісілер жаңағы 27-ші жылғы зар замандар үшін айыпталып түсті ғой, Алашорда деп. Бірақ зар заманнан тайқымай, Абай жолында түгел айтып шығады соның барлығын. Сол қаншама қыруар еңбек сіңіру, соншалықты бір ұстамдылық, соншалықты кең жүректік. Бұл бір Алла қазақты жарылқап берген тұлға ғой. Фатима мен Мұхтар Әуезовтің жазысқан хаттары, оның ішіндегі 20 сомды салдың ба, қашан салдың, ол жетпей жатыр деген сияқты өмірдің әңгімелері бәрін біз оқыдық, Дегенмен де Мұрат Әуезов біздің ұлы жазушымыздың рухани мұрагері болып қалды, ұлы ғана емес. Сонымен бірге Валентинадан көрген Лейла Мұхтаровна
барлық мұраларына Ләйлә Мұхтарқызының еңбегі бөлек. Енді ұрпағы жағынан да бақытты болған адам ғой. Гүлзияның жазып отырған Әуезовтің беймәлім мұралары туралы не айтасыз? Бұған қандай баға бересіз? Болашақ ізденетін ғалымдар үшін өте керек нәрсе. Барлығының қай жылы, қай жерде айтылған туралы анық беріледі. Иә. Соған қарағанда бұл кітапты қарап отырған кезде бүткіл Әуезовтің қолжазбалары болсын, сосын кітапханасы болсын қарап шыққанда көрініп тұр. Өте сауат жазылған кітап. Енді жаңағы Фатима мен Мұратқа келетін болсақ, мынау Албан көтерілсін Біләл Сүлейіп ертеде өзі жинаған дейді. Сосын кейін ол кісі қалжа болып кетті ғой. Сосын Ілияс Жансүгіров жалғастырып, соның қолында бірнеше құнды материал бар деп естіп, Әуезов арнайы сол Ілиястың үйіне барады. Олар мынау Медеу жақта тұрған екен, саяжайда. Сол жерде жүргенде алғаш рет Фатимамен танысады ол кісі. Кейін Ілияс Жансүгіров қалжа болып сотталып кеткеннен кейін жолдастары, балалары далада қалды ғой. Мұхтар Әуезов бұрынғы таныстығы бар, өзінің көңілі бар. Фатиманы балаларымен алып барып, ағасы Разақтың үйіне барып орналастырады. Разақ мынау Мерке ауданында тұрған кісі. Соның қолына барып тұрғаннан кейін материал жағынан болсын, барлық жағынан Фатимаға үлкен көмектескен. Фатиманың өзі айтады ғой, мынау Ілияс Жансүгіров айдалып кеткеннен кейін менің жанымда ешкім қалмады, Мұхтардан басқа дейді. Сол таныстық арқасында мынау Мұрат Әуезов дүниеге келді. Бұны Валентина Николаевна біледі. Елдердің айтуында енді жел сөзде болуы мүмкін. Фатимаға кетем дегенде Валентина Николаевна мынау Абай жолының орысша тексттерін жазып отырған кісі, көмектескен кісі ғой. Соларды бермеймін деп айтыпты дейін. Бұл енді өтірік шынбенді елдің әңгімесі ғой. Сол үшін амалсыздан сол үйде қалған дейді. Бірақ Фатимаға көп көмектесіп тұрған. Мұрат Әуезов осы үйге келіп араласып тұрған. Мұраттың өзінің де естеліктерінде бар. Ернар екеумізді аңға алып шығатын. Сосын мынау Манас жырына байланысты Қырғызстанға барған кезде екеумізді отырғызып қойып Манастың жырын тыңдатты дейді. Сосын алғаш түсінбедік те кейін кішкене ұға бастадық дейді. Сосын әкемнің құлағына келіп жайлап сыбырладым дейді. Мынау Манастың несін түсініп жатырмыз біз, жырларын қырғызша болса да деп дейді. Соған әкем кәдімгідей қуанып, жау отырған тыңдаушы кісілерге айтып отқан Манасшыға менің балаларым мынау Манас жырын түсініп отыр деп кәдімгідей қуанды дейді. Жаңағы Қанипа апай айтып отырған Қани Жомал Мұстафақызы Құтымова деген кісі 28-ші жылдан 48-ші жылдарға дейін Мұхтар Әуезовпен хат жазысып тұрған. Мынау қазіргі зерттеушілердің Мырзахметовтердің зерттеулері бойынша Қалдыбек Сейданов деген Ташкентте тұратын қазақ әдебиеттанушы ғалым бар. Сол кісілер айтады, бұл кісілердің арасында 700-ге жуық хаттар, эпистоларлық мұралар бар екен. Соның 385-і Мұхтар Әуезовтің жеке өзінің жазған хаттары мен жедел хаттар екен. Абай жолы 42-ші жылы шыққан кезде әдемі жаңғы өзінің жан жүрегінен шыққан жылы сөздерін айтып қолтаңбасымен берген сыйлығы бар екен. Міне сол хаттар біздің Мұхтар танудағы әлі беймәлім болып жүрген мұралар болып есептелінеді. Оларда әлі біз қолымызға түсіре алмай жүрміз. Бірнеше жылдар бойы осы Метемтас ағалар солардың соңына түсіп, қазір жаңағы Қайни Жамалдың құрбысы бірге оқыған, соның жолдасы Сергішан Қарабаев деген тарих ғылымының докторы, Ташкентте тұратын ғалым кісінің қолында қолжазбалар бар екен. Сол кісілермен талай әңгімелесіп келіссөздер жүргізген, бірақ ол әлі бермеген. Енді ол кісі өмірден өтіп кетті, бірақ Мәскеуде тұратын қызының қолында деген әңгіме бар. Енді әлі күнге дейін оны аламай келе жатырмыз біз. Енді осы Қайни Жамалдың қолға түскен бір 6 хаты туралы Таңшолпанда Әбдіжәміл Нұрпейісов ағамыз, академик Зейнолла Қабдолов ағаларымыз Таңшолпанның бірінші алғашқы санын осы Фатимаға жазған Әуезовтің хаттарымен ашқан болатын.
Жалпы Зейнолла Қабдолов ағамыз Тургеновтың әйелдері деген сияқты бір керемет Әуезовтің әйелдері деген тақырыпта біраз ізденген суреткер, зерттеуші, соны жазбақшы болған. Әуезов әйелдері. Әуезов әйелдері деген тақырыпта біраз ізденістер жүргізген. Шәкәрімде 58-ші ақталудың мәселесін қозғаған, көтерген Әуезов екен. Осын зерттеп түбіне жету керек. Екінші мәселе Абайдың текстологиясы. Бүкіл абайтану ғылымы оның жолымен жүрді ғой. Сонда мен бір ғана көзім жетті, өткен жылы біз 3 томдықты дайындағанда 33 жылғы жинақта «Занимайся прямо той» деп біз ылғи айтып жүрген, әлгі интернатта оқып жүрдім. «Занимайся промыслом» болған. Бірақ ол сөзді мен өткізе алмадым. Бізде жұмыс тобы бар, ол кісілерге ренжімеймін. Ол кісілер айтты, 9 жылғы жинақта прямо той болып тұрма, солай кетсін. Енді кешегі Гүлзия мәселесін көтерген кітапты қайта қараған кезімде 7-ші сыныптағы. Соның хрестоматиялық жинағы бар. Сонда берілген мәтінде Әуезов өз сілтеме түсінігін береді. «Занимайся промыслом», еңбек ет, кәсіп ет, мал тап дегені деп тұрып түсінік береді. 34-ші жылғы хрестоматияда тағы бар. Көрдіңіз бе? Бұл Абай текстологиясында анау кеткен 9-ші жылғы жинақтағы жаңсақ сөздер, жазылулар бойынша бұл енді Абайдың қолжазбасы бар ма, несі бар, несі жоқ деген көп айтылады ғой. Сол тұрғыда Әуезов 206 түзету жасап дайындайды. Толық шығарма. Ылғи басығасында болады. Ғали Ормановқа хат жазады. Үйден ұрған ит пе, үрген ит пе, дүние дос па, дүние бос па, аласыз ба, аласыз ба, толып жатқан осы текстологиялық мәселеде. Сонда жаңағы мен бұл да бір ескерілу керек дүние деп ойлаймын. Әуезов абайтануы дегенде оның дінге қатысты айтқаны, анау Сәкен Жүнісовтер түсірген дәрістер, ол ресми түрде айтылмайды. Рәзия Рүстембеков апайды. Бұның бәрі айналымға түсу керек мәселелер. Ұстанымын. Енді бір мәселе, бұл кісінің қазақ әдебиетінің тарихын 6 томдықты мына. 1-ші томын көріп кетті ғой. Сонда осы Гүлзияның дерегінен оқып отырып, тағы да тұшынам. Асқақ Дүйсенбаевқа, Асқақ Тәтімшіні, Есмағамбет Сынайлыққа қай тарауды, қай тұлғаны шығармашылық, не жазу керек. Бүкіл қолжазбасында және әдебиет тарихына қатысты талмай жинай берген ғой. Біз өзі ұлт боламыз деген сөзді көп айтамыз ғой. Кеңес заманынан шықтық, тәуелсіздікке келдік. Енді тәуелсіздіктің 30 жылдығынан кейін жаңа Қазақстан деген әңгіме шығарып жатырмыз. Осының барлығында осы Мұхтар Әуезов сияқты ұлы тұлғалардың есім сойы араласып жүру керек қой деп мен ойлаймын. Егер шынымен де мықты ұлт боламыз десек, Әуезов сияқты тұлғаға ұрпақтың қызығушылығы көбеймесе, азаймауы керек деп ойлаймын. Мына Гүлзия Пірәлінің Әуезовтің беймәлім мұралары деген монографиялық кітабы осы мақсатта туған өте бір қажет еңбек қой деп ойладым. Кітап оқыңыздар ағайын.